Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте қарапайым құраммен жасалатын үйдің нанын пісіретін боламыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіздер. Достар, біз қазір қарапайым құраммен нанымызды ашытатын боламыз. Ол үшін бізге керегі жылы су. Мен нанның құрамын видеоның астында описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Жылы судың үстіне 1 шай қасық тұз, ашытқы және 1 шай қасық құмжекерімізді саламыз. Осыны бір араластырып жібереміз. Бізге мұнда апара да қажет емес. Ашытқымыз міндетті түрде мерзімінен өтпеген болса болғаны, сонда нанымыз жақсы көтерілетін болады. Мерзімі өтпеген балғын ашытқыларыңыз болса болғаны. Енді осының үстіне біз ұнымызды, електен өткізілген дайын ұнымызды саламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер, мен өлшеп салып жатырмын. Аз-аздан салып отырсаңыздар, нандарыңыз жұмсақ болып шығады. Осы нанды біз қазір бірінші осылай түйіршік қалмайынша елеп аламыз. Міне осылайынан. Енді үстіне қалған ұнымызды саламыз. Бір қалыпқа енді тағы да үстіне жаймендеп ұнымызды салып елеп отырамыз. Бұл нанның құрамы ешқандай да сүт те, май да қажет етпейді. Осы қарапайым қара сумен-ақ өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Мінекей, тағы да бір рет ұнымызды салып араластырдық. Бұның құпиясы осыда. Ұнды жаймендеп, ақырындап сала отырып, біз әдемі жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей, осылайынан жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей, біздің қамырымыз болып қалды. Енді осыны барлығы біріккенше іркіп қалдырмастан жақсылап, шет-шетін бәрін ала отырып, жақсылап басы біріккенге дейін қамыр илейтін боламыз. Мінекей достар, қараңыздар, біздің нанымыз өте жұмсақ болып шықты. Қатты қылып илеп қоймаңыздар, пісіп шыққанда нандарыңыз қатты болып қалады. Сол үшін осындай жұмсақ қылып илеңіздер. Қараңыздар, қолға жабыспайды. Мінекей, осы жұмсақ нанымызды илеп болдық. Енді осының бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Бұл әдемі болып көтерілетін болады. Мінекей достар, біздің қамырымыз ашыды. Мінекей, енді кішкене ғана майды алып, қолымызды майлап, осы қамырымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз, қандай бөлікке бөлетіндеріңіз, кішірек қылып жасасаңыздар да болады, үлкенірек қылып жасасаңыздар да болады. Мінекей, осындай кішкене ғана, кіші емес, үлкен емес, орташа осындай күшелеп алдым. Менде 3 нан шығады. Мінекей, теңдей 3 бөлікке бөліп алдым. Осы құраммен бізде осындай нан шықты. Енді біз табамызды майлаймыз. Сөйтіп, нанымызды орналастырамыз. Біріншіде бастапқыда нанымызды осылайынан өлшелеп алғаннан кейін жайып шығамыз. Қолымызбен майлап қана, жай ғана осылай қолымызбен бастырып шығамыз. Мінекей, жайып шықтық. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қалыпта осылай қолдарыңызбен жайып шығыңыздар. Енді осы нанымыздың бетін жауып 15-20 минутқа көтерілгенше қоямыз. 15-20 минуттан кейін пісіре беретін боламыз. Бұл аралықта сіздердің пештеріңіз қызып тұру керек. 180-200 градусқа қойып қоямыз. Нандарыңыз пісе береді. Бұл нанды әсел пешке де, кез келген пешке, газдың астындағы пешке де пісіруге болады. Бұл нан
пешті де таңдамайды. Мінекей осылай қойып, бетін жауып қоямыз. Мінекей бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минуттан кейін көтеріліп, нанымызды салатын боламыз. Міне достар, арада 20 минуттай уақыт өтті. Енді біз қамырымыздың үстін тағы да 1-2 рет осылай басып, пешімізге жіберетін боламыз. Мінекей. Баспасаңыздар да болады, бассаңыздар да болады, бірақ мен осылай басып, сәл жұқалау болып шыққанын ұнатамын. Егер баспасаңыздар, нандарыңыз биік болып шығады. Әркімнің таңдауы әртүрлі. Мінекей, енді осыны біз пешімізге жіберетін боламыз. Пісу уақыты 20-25 минутта пісіп шығады. Достар, егер де сіздерде осындай сковородка, я болмаса тапа деп айтады ғой, кішкене ғана майлап жібереміз, нанымызды саламыз. Ол нанды тура осылай нан жаямыз, кішкене май осылай жайып шығамыз осылай. Бұл тапалар мен енем қолдаған тапа. Міне осы тапамен менің енем шоқтың үстіне қойып, оның ішіне осылай нанын салып, оның үстіне тағы да тура осындай тапаны жауып, шоқтың үстіне пісірген болатын. Мен оны шоқтың үстіне емес, газдың ішіне пісіріп көрейін деп жатырмын. Мінекей, қандай көне жәдігер десем де болады. Мінекей, осы сковородка деп айтам мен, бірақ апаларымыз тапа деп айтқан. Жайып шықтық. Енді бұның да бетін жауып 15-20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. 15-20 минуттан кейін бұны да пешке салып пісіре беретін боламыз. Достар, біздің қамырымыз көтерілді. Бұны да бетін осылайынан басып пешімізге жібереміз. 20-25 минутта наны пісіп шығады. Әркімнің пеші әртүрлі, сол үшін нандарыңызға қарайлап тұрыңыздар. Достар, біздің нанымыз пісіп шықты. Ыстықтау. Мінекей, қараңыздар, қандай әдемі нан. Көріп тұрғандарыңыздай, нанымыз өте керемет болып шықты. Ыстықтау болып тұр, ұстағанға ыңғайсыз. Дауысын көрдіңіздер ме? Қалай қытырлап, жұмсақ. Міне, жұмсақ нан. Қарапайым құраммен тек қана судан тұратын нан. Сіздерде тура осылай жасасаңыздар болады. Дүкеннен нан ала бергенше арасында осылай өздеріңізде пісіріп тұрыңыздар. Қандай әдемі нан, жұмсақ. Нағыз ауылдық жерді еске түсіретін нан. Мінекей достар, біздің нанымыз пісіп шықты. Екеуінде де айырмашылық жоқ. Мынаны тапаға пісірген наным, мынау листқа пісірген наным. Сіздерде тура осылай пісіріп арасында отбасыларыңызды қуанта беріңіздер. Менімен бірге видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Баршаларыңызға ас болсын, сау болыңыздар.